Алдыңғы жылдың демалыс күні мен өз отбасымен бір түнге походқа шықтық. Біз қаладан 100 километр қашықтықта орналасқан өзеннің жағасына қоныстандық. Мен және менің балам Айдар екеуміз шатыр құрастыра бастадық. Ал менің әйелім Айгерім және қызым Жазира екеуі ас дайындауға көшті. Бір уақытта менің қызым суда жүзіп жүргенде қорыққаннан айқайлап жіберді. «Әке, су астында менің аяғымды біреу ұстап алғандай болды» деді. «Кім ұстайды сенің аяғыңды? Мұнда ешкім жоқ қой. Бұл балықтар ғой суда жүзіп жүрген» дедім. Шамалдан соң мен де суда жүзіп жүргенде менің машинамның ішінде біреу отырды. Бұны көріп мен бірден судан шығып машина жаққа жүгірдім. Бірақ онда ешкім болған жоқ. Қараңғы батты. Аспанда толық ай. Түнде жаман түстен оянып кетіп, мен шатырдан даланың таза салқын ауасымен демалуға шықтым. Бір кезекте маған өзеннің бойында біреу тұрған сияқты көрінді. Көзімді жауып қайта ашқанда ол жоғалып кетті. Бірнеше минуттан соң қамыстың арасынан біреу қарап тұрған. Шайтанның бет жүзін көрдім. Оның беті қараңғыдай қара, қызыл көзді және ешкінікіндей мүйізі болды. Мен бірден шатыр жаққа жүгірдім. Бүкіл отбасыма не көргенімді айттым. Оларға бүкіл заттарын жинаңдар, қазір кетеміз деп бұйрық бердім. Бүкіл шаруаны бітіріп автокөлікті оталдырған кезде ол оталмай қалды. Артқы көрініс айнаның арқасында ол қамыстың арасынан шығып келе жатқанын көрдім. Амалсыздан мен «Бисмиллахи-рахман-рахим, аузбилляхи шайтан-раджим» дедім. Жоқ деген желкенішті дауысты естідім. Содан кейін ол жоғалып кетті. Ал менің көлігім бірден оталды. Осы оқиғадан кейін мен Құдайға сене бастадым. Және түнде далада өзім қалмауға тырыстым. Бұл бейнеролик ұнаса, менің арнама жазыл, лайк бас, достармен бөліс. Көріскенше, қайырлы түн.